Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен РСА компаниясында артыңыздан қалай адам тіркеу керек екенін көрсететін боламыз. Ең алдымен Google-ға кіріп, РСАК деп жазасыздар. Одан кейін осындай терезе шығады сіздерге. Бұл жерде сіз стать участником деген батырмасын басып кіресіздер. Одан кейін осындай жазулар шығады. Ең астына түсіп, прочитал и подтверждаю дегенді басып, продолжить дегенді басасыздар. Алдыларыңызда осындай анкета шығады. Осы анкетаның барлығын сіздер толтырып шығасыздар. Данный спонсоры деген жерге, осы жерде сіз ID номеріңіз жазасыз. Проверить номерді басқаннан кейін аты жөніңіз, карьераңыз шығады. Личные данные дегенге персональный номер деген шығады. Сізге тіркелуші адамның ин номерін осы жерге толтырасыз. Астына атын, жөнін жазып шығасыздар. Дата рождениеға күнін, туылған күні, одан кейін точка қойып, айы, нүкте қойып, тағы жылын жазып шығасыздар. Семейный положениеға өзі бірақ не шығады, осындай, нені таңдайсыздар. Кейін работа болса жазасыздар, болмаса нет деп жазасыздар. Тілін таңдайсыздар, өздеріңізге ыңғайлы. Одан кейін данный пароля дегенге өздеріңіз пароль жазасыздар. Бізге ыңғайлы, яғни 1-2-3-4-5-6 паролін жазсаңыздар да болады. Мен мына жерге мысал ретінде жаздым. Оның астында код безопасности деген жерге жоғарыда тұрған парольді тура солай етіп жазып шығасыздар. Данные счета деген жерге сіз бастапқыда еш нәрсе толтырмасаңыз да болады. Контактный информация деген жерге, яғни Қазақстан таңдайсыздар. Облысқа қай қалада тұрады сізге тіркелуші адам, сол қаласын таңдайсыздар. Одан кейін барып, мына жақта астына түсіп, электронная почта болса почтасын жазасыздар. Оның астына номер телефона деген номер телефон жазасыздар. Номер GSM дегенді бастапқыда толтырмасаңыздар да болады ол жақта. Номер факса болмаса да бола береді, толтырылмаса да. Одан кейін тип адресаға индивидуальный деп таңдайсыздар. Кейін адрес деген жерге міндетті түрде латын тілінде сізге тіркелуші адамның толық мекен-жайын осы жерге жазып шығасыздар. Анкетамыз толығымен толтырып болғаннан кейін добавить батырмасын басамыз. Одан кейін барып бізге тіркелуші адамның ID номері шығады. Яғни мына жерде 44 99 983 деген сіздің атыңыздан тіркелетін адамның ID номері. Жаңағы мысал ретінде келтірген 1-2-3-4-5-6 сол кісінің паролі болып саналады. Менің видеом сіздерге ұнатса, маған подписаться етіп, лайк басып кетсеңіздер болады, және де колокольчикті басып кетіңіздер. Алдағы уақытта РСАКта тағы да қандай пайдалы ақпараттар болса, сіздермен бірге бөлісіп отыратын боламын.